Баршаларыңызға сәлем, келіп жеткен ораза айы қабыл болсын. Сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Көптен бері видео салмап едім. Бүгін осындай қатпарлы әрі қытырлақ болып шығатын нағыз ауызашарға арналған самсаның түрін дайындаймыз. Міндетті түрде соңына дейін көріп шығыңыздар. Қамырының жасалуы өте оңай, әрі осындай қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде көріп, ауызашарға жасап көріңіздер. Ал бастайық. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Су міндетті түрде жылы болғаны дұрыс. Оның үстіне жұмыртқаларымызды жарып аламыз және де тұз салып оны араластырамыз. Ал енді осы сұйық массамыздың үстінен ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салып аламыз. Және де қолымыздың көмегімен осылай қамырымызды илейміз. Барлығын әдемілеп тұрып біріктіреміз. Кейін оны осындай дастарханымыздың үстіне қойып, әдемілеп тұрып тағы да бір елеп аламыз. Бізде көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз қолға жабыспайтындай әдемі болып шығады және де сәл қаттылау болады. Енді осыны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Яғни бірден 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен бұл жерде 3 бөлікке бөлемін. Және де әрқайсысын әдемілеп тұрып домалатып аламын. Ал енді бетін жауып 15-20 минутқа тұндырып қоямыз. Осылай пакетпен де жапсаңыздар болады. Ал енді әр қамырымызды шұқалап тұрып, әдемілеп тұрып жайып шығамыз оқтаудың көмегімен. Сәл ұн сеуіп, әдемілеп тұрып жайып шығамыз. Бізде қамырымыз қатты жұқа болудың қажеті жоқ. Осындай сәл кішкене қалыңдықта болса болады. Және де осының үстіне алдын ала ерітілген, менде бұл жерде сары май мен тоң май араласқан, осының сәл бөлігін құйып, осы қолдың көмегімен немесе арнайы кисточканың көмегімен жағып шығамыз. Сіздер өте сапалы сары майды да қолдансаңыздар болады, және де тоң майымен де араластырып қойсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Осылай толығымен жағып шығамыз, және де бұл май сәл қатып кебуі керек. Оған дейін біз екінші қамырымызды дәл осылай қалыңдықта және де размерде жайып оқтаумен жазып шығамыз. Міне оқтаумен жазып шықтық. Енді осы екінші қамырымызды бірінші қамырымыздың үстіне әдемілеп тұрып бірдей етіп қойып шығамыз оқтаудың көмегімен. Және де осының үстіне де сары майларымызды құйып әдемілеп тұрып жағып шығамыз. Дәл осылай шеттерінде дұрыстап жіберсеңіздер болады. Дәл осылай үшінші қамырымызды да жайып шығамыз. Егер де сізде 2 қамыр болса, 2 қамырмен осылай жұмыс істейсіздер. Ал егер 3 болса, 3 қамырмен де жұмыс істейсіздер. Менде мынау жерде 3-ші қамыр кетті. Оны да үстіне әдемілеп тұрып жағып жазып қоямыз. Енді осының үстіне де қалған сары майымызды жағып, сәл қатқанын күтеміз. Міне біздің майымыз сәл қатты. Енді шетінен бастап осылай әдемілеп тұрып орай бастаймыз. Біздің ораған кезде ортасы бос болмау керек, яғни тығыздау етіп орағандарыңыз дұрыс. Сонда кескен кезде ортасы әдемі болып тұрады және де бос болмайды. Осылай әдемілеп тұрып орап шығамыз. Ал енді осылай табақтың үстіне қойсаңыздар болады және де салқын жерге немесе тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Міне бізде осындай қамыр шықты. Ортасы көргендеріңізде домалақ әдемі болып тұр. Енді осыны бірдей бөліктерге бөлеміз. Міне біздің қамырымыз осындай болып шығады. Әдемілеп тұрып, өткір пышақтың көмегімен бірдей қылып бөлсеңіздер болады.
Ал енді салмасын дайындаймыз. Менде бұл жерде тартылған сиыр еті және де картопты сақтап етіп турап қосамын, және де әрине жуаны да турап қосамыз. Барлық керекті заттар описаниеда жазылған, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Және де егер де тартылған ет болмаса, өздеріңіз қалаған салманы жазсаңыздар болады. Яғни тауық етімен немесе асқабақ қосып, немесе өздеріңіз ұнататындай жазсаңыздар болады. Ал енді самсамызды жасауға кірісейік. Ол үшін дастарханымыздың үстіне сәл ғана ұн сеуіп, бір қамырымыздан алып, оны оқтаудың көмегімен домалатып жайып аламыз. Оқтаудың көмегімен жайғанның кезінде ең бірінші тура ортасынан бастап, бір шетін, келесі екінші шетін дәл видеода етіп жайсаңыздар, ортасындағы қатпары әдемі көрініп тұрады. Осылай барлығын жайып шығамыз, және де ортасына салмамызды саламыз. Бізде бір қасықтай салма кетеді. Ал енді самсаның формасын өздеріңіз қалағанда жасаңыздар болады. Мен осылай үш бұрышты етіп жасадым. Және де осындай әдемі узорлар қойып жазсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мен енді осындай түрлі самсаны көп жасамағандықтан менің қолымнан аса қатты шықпады, бірақ сіздерде өте әдемі шығады деген ойдамын. Міндетті түрде осылай да жасап көріңіздер. Ал енді самсаларымызды табамызға саламыз пешке пісіретін. Ең алдымен салмас бұрын осылай жұмыртқаның сарысын алдын ала жағып аламыз, және де үстіне әдемілік беру үшін мак сепсеңіздер болады, немесе кунжут сепсеңіздер болады. Мен бұл жерде екі түрлі кунжутты пайдаландым. Біреуі ақ, біреуі қара, екеуін араластырсақ осындай әдемі болып шығады. Осылай сеуіп көріңіздер. Енді қызып тұрған пеште 180-200 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Әрине өз пешіңізге қарай ыңғайлайсыздар. Міндетті түрде піскені осындай әдемі золотистый дейді, сондай түр беріп тұруы керек. Осымен біздің самсамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаларыңызға көп рахмет. Ас болсын. Келесі видеоларымда кездескенше.